My God. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Неддилайф. Достар, бүгін біз көбі мазалайтын сұраққа жауап беретін боламыз. Қалай превью қояды? Бізге превью қою үшін Творческий студия деген программа керек болады. Бұны біз Google'дан и Play Market'тен тарта аламыз. Достар, егер керек болса сіздерге мен описанияға қалдырып кетемін. Осы программаны описаниядан кіріп тартып аласыздар. Тартып болғаннан кейін міне өзіміздің аккаунтымызға кіреміз YouTube'дағы. Сосын қай видеоға превью қояды. Сол видеоның үстін басамыз да, міне мына жақта қаламның суреті тұр. Кіреміз, сөйтіп изменить значок деп тұрады, достар. Өзіміздің жасаған превьюімізді қоямыз, достар. Мына жаққа атын өзгертуге болады, достар. Описанияда қалдыруға болады. Бірақ менде әзірге превью дайын емес, сол үшін мен тиіспеймін превьюге. Достар, егер де осындай тағы да видеолар шықсын десеңіздер, осы видеоға кем дегенде 5 лайк жинап тұрсақ, сосын мен қалай стримге превью қояды, сол жайлы айтатын боламын. Достар, сау болыңыздар.